Сәлем достар, 479 есепті бастаймыз. Айырымның мәнін табыңдар. Бірінші бүтін бөлігін азайтамыз. Егер азайтқышта бөлшегі жоқ болса, азайғыштың бөлшек бөлігін жазамыз. Екіншісінде дәл солай, 13-тен 10-ды азайтқанда 3 бүтін, бөлшек бөлігі 25-тен 18 өзі жазылады. Үшіншісінде бізде 27-тен 19-ды аламыз. 8 бүтін 53-тен 6 болады. Төртінші есепте 61-ден 58-ді азайтсақ 3 бүтін, 79-дан 24 жай бөлшегі шығады. Бесінші есепте 141-ден 84-ді аламыз. Бүтіні сонда 57, ал бөлшек бөлігі 90-нан 89-дың өзін жазамыз. Алтыншы есепте 203-тен 189-ды азайтқанда бүтін бөлігі 14, ал бөлшек бөлігі 77-ден 64 шығады. 480 есепте 4 өз жазылады. 3-тен 2-ден 3-тен алсақ 0, сондықтан бөлшек бөлігі жазылмайды. Екінші есепте дәл солай 9 бүтін болады. Үшінші есепте де 25 бүтін өз жазылады. Төртінші есепте бізде 75-тен 3-ті аламыз. 72 бүтін, ал бөлшек бөлігі 0-ге тең болып кетеді. Бесінші есепте 40-тан 11-ді азайтсақ 29 бүтін болады, бөлшек бөлігі 0-ге тең. Алтыншы есепте 8-ден 2-ні аламыз 6. Бөлім өзгермейді. 3-тен 2-ні алсақ алымы 1-ге тең болады. Жетінші есепте 20-дан 9-ды азайтамыз, 11 бүтін болады. Бөлімі 13 сақталады. 11-ден 2-ні азайтқанда алымына 9 түседі. 8-ші есепте 10-нан 4-ті аламыз 6. 17-ден 5-тен 3-ті алсақ 2 болады. 9-ші есепте 19-дан 1-ді алсақ 18 бүтін. 20-дан 17-ні алсақ 3. Сонда 18 бүтін 29-дан 3 шығады. 10-ші есепте 83-тен 19-ды азайтсақ 64 болады. 101 бөліміне түседі. 63-тен 24-ті азайтқанда бізде 39. 481-ші есеп. Азайтуды орындаймыз. Бізде ортақ бөлімін 9-ға келтіреміз. Сонда 2 бүтін 9-дан 7 өзі жазылады. Минус 9-дан 3 болады. Тең, енді азайтқанда бізде бүтін бөлігі 2 түседі. Бөліміне 9, алымына 7-ден 3 алсақ 4. Енді екінші есепте өзара жайсан ортақ бөлімі 3 бүтін 15-тен 12 шығады бірінші бөлшекте. Азайтылған 15-тен 10 болады. Тең 3 бүтін болады. Бөлімі 15 сақталады. Алымындағы 12-ден 10-ды алсақ 2 бүтін болады. Үшіншісінде бізде бөлімі 6-ға келтіреміз ортағы. Сонда 4 бүтін 6-дан 5 өз жазылады. Минус 2 бүтін 6-дан 2 шығады. Бүтіндерін азайтсақ 4-тен 2-ні алсақ 2 бүтін. 5-тен 2-ні алсақ алымына 3 түседі. Бізде 3 пен 6 қысқарылады 3-ке. Сонда 2 бүтін 2-ден 1 жаңа аралас санымыз шығады. Төртінші есепте 5 пен 8 өзара жайсан, 5-ке 8-ден 8-ге 5-тен береміз. Сонда 6 бүтін 40-тан 32 азайтылған 2 бүтін 40-тан 15 шығады. Бүтіндерін азайтқанда 4, алымын азайтқанда 17 шығады. 4 бүтін 40-тан 17 саны шығады. Ортақ бөлімі 8-ге келтіреміз. Сонда бірінші аралас санымыз 9 бүтін 8-ден 4 шығады. Ал екінші аралас санымыздың өзін жазамыз. Бүтіндерін азайтамыз 5, алымын азайтқанда 1 шығады.
6-нчы эсепте ортак бөлүмүнө 20 келет. 8,20-дан 19 өзү жазылады. Азайтылган 5,20-дан 14 болот. Үч бүтүн 20-дан 5 чыгады. 5 менен 20 кыскартылады. 5ке бөлөбүз. 1, 20-ны 5ке бөлсөк 4. 3,4 жабабы болот. 482 34-ке келтиремиз ортак бөлүмүн. 17ден беремиз 2-ге. 95,34-тен 19-дун өзүн жазып коябыз. Азайтылган 37,34-тен 17 болот. Бүтүндөрүн азайтабыз. 58,34-тен 2 чыгады. 2 менен 34 2-ге бөлүнөдү. 1, 34 бөлсөк 17. Сонда 58,17-ден 1 жабабы болот. Экинчи эсепте эң кичи ортак бөлүмүнө 210 келет. Минус 39,210-нан 64 чыгады. Азайтабыз. 47-тен 39-ду азайтканда 8,210-нан 99 чыгады. 99 менен 210 3 санына кыскартылады. 33, ал 210 кыскартсак 70. Сонда жабабы 8,70-тен 33 саны болот экен. Үшүнчү эсепте эң кичи ортак бөлүм 540 болот. 60-га 9-дан беремиз. Эки жүз жетимиш жети бүтүн 540-тан 279 саны чыгады. Ортак бөлүмгө келди. Эndi азайтууду орундайбыз. Бүтүндөрүн азайтабыз. 24 чыгады. Алымын азайтканда бизде 88 чыгады. 88 менен 540 4ке бөлүнөдү. Жабабы сонда 24,135-тен 22 саны чыгат экен. Төртүнчү эсепте 250-ге келтиремиз ортак бөлүмүн. 109,250-ден 210 чыгады. Азайтабыз. Бүтүндөрү 8 бүтүн болот. 250-ден алымдарын азайтканда 137 болот. Достар, видеону лайк басып, комментарий жазууду унутпаңыздар. Келесі кездескенше.